Әдетте сіз ең алғаш рет Word ашқан кезде сізде шрифт по умолчанию тұрады. Ол калибри, основной текст, және шрифттің өлшемі 11-ші. Сонда сіз мұнда бір нәрсе жазасыз. Мысалы, Абай Қонанбаев. Және мұндағы шрифт калибри, және 11-ші шрифт. Негізінен бізде көбінесе стандарт бойынша ол Times New Roman және 14-ші шрифт болады. Сізге әр кірген сайын осы сөздерді белгілеп, сосын мұнда Times New Roman'ды таңдап, одан кейін мұндағы шрифттің өлшемін 14 етіп орнату, ол қиын болуы мүмкін. Кейде ұмытып кетеміз, кейде артық уақыт алып жатады. Сондықтан осындай нәрсені болдырмау үшін, яғни бірден кірген кезде осы өзімізге қажет Times New Roman және 14-ші шрифтпен жазу үшін, сіз оны по умолчанию орнатып қойсаңыз болады. Оны жасау үшін мұндағы шрифт бөлімінде оң жақтағы төмен бұрышында өте кішкентай стрелканың белгісі болады. Сіз осы белгіге басасыз, және мұнда сіз шрифттерді по умолчанию орната аласыз. Ол үшін осы жердегі тізімнен Times New Roman таңдап аласыз. Міне біз мұнда таңдап қойдық. Times New Roman. Мұнда курсив, полужирный немесе полужирный курсив, яғни шрифттің түрлерін таңдай аласыз. Әдетте ол обычный болған дұрыс. Одан кейін егер қаласаңыз текст барысында өзгерте беруге болады. Одан кейін размер ол 14-ші болады. Сондықтан осы өзіңізге қажет шрифтті таңдап аласыз, және мұндағы по умолчанию батырмасын басасыз. Сонда мұнда сізден сұрайды: только текущего документа или всех документов, основанных на шаблоне normal. Яғни егер сіз біріншісін таңдасаңыз, онда тек қана осы құжат үшін ғана по умолчанию Times New Roman болады. Ал енді сіз әрбір рет Word ашқан кезде осы шрифт орнатылып тұрғанын қаласаңыз, онда мұнда всех документов, основанных на шаблоне normal. Осы бөлім таңдайсыз және окей батырмасын басасыз. Енді қазір біз осы құжатты жауып тастаймыз, және де жаңадан Word құжат ашамыз. Сол кезде мұнда қарасаңыз, сіздің жазуыңыз, яғни шрифтіңіз Times New Roman және 14-ші шрифт болады. Яғни бұл өте ыңғайлы, сіздің артық уақытыңызды алмайды. Әрдайым кірген кезде осы шрифтпен жазуыңызды, құжатыңызды бастай алатын боласыз. Word бағдарламасымен жұмыс жасау барысында біз тағы да мынадай бір мәселеге кездесіп жатамыз. Яғни кейбір сөздердің асты қызыл ирек сызықпен белгіленіп тұрады. Яғни бұл өте ыңғайсыз, бірақ та оның өзінің қойылатын себебі бар. Ол сол сөздің дұрыс емес жазылған кезде ғана қойылады. Енді мына құжатқа қарайтын болсақ, бізде бірінші сөйлемде, қазақ тіліндегі сөйлемде, ешқандай сөз аса бір қате емес, бірақ соған қарамастан әрбір сөздің астында қызыл түсті ирек сызық бар. Ал енді тура осы сөйлемнің орыс тіліндегі нұсқасын қарайтын болсақ, ешқандай бір сөздің астында қызыл түсті ирек сызық жоқ. Бұл неліктен? Себебі Word бағдарламасының өзінің правописание, яғни сөздерді дұрыс немесе қате екенін тексеретін сервисі бар. Ол қазіргі таңда тек қана ағылшын тілі және орыс тілді сөздерге ғана жұмыс жасайды, ал қазақ тіліндегі сөздерге ол нәрсе әлі енгізілмеген. Негізінен оны сіз қосымша енгізсеңіз болады, бірақ ол ақылы болады. Арнайы сондай бір компаниялар бар, сізге Word бағдарламасына қазақ тіліндегі сөздерді тексеріп беретін осындай бір қосымша бағдарламаны ұсынады. Бірақ ол ақылы, бағасы 20 мың мен 30 мыңның арасында. Бұл нәрсені алып тастау үшін сіз осы сөйлемдердің барлығын белгілейсіз. Сосын Word'тың асты жағында русский деген сөз бар. Бұл правописание, ал нақты айтқан кезде орыс тіліндегі сөздерді тексеріп беріп тұр қазіргі таңда. Сіз осы русский батырмасын басасыз. Енді қарасаңыз, мұнда бірнеше тілдер бар. Өзіңіз көріп отырғандай, мысалы, английский және русский сөздерін қарасаңыз, қасында белгіше бар. Бұл белгі, яғни правописание сервисі жұмыс жасап тұр деген сөз. Ал казахский деген сөздің қасында ондай белгі жоқ, демек бұл сөзді ешқайсысын тексермейді деген сөз. Сондықтан біз осы жерде казахский
бөлімін таңдаймыз және окей батырмасын басамыз. Сол кезде сіздегі барлық қызыл түсті сызықтар автоматты түрде жоғалады. Енді осы қызыл түсті ирек сызықпен тағы бір туындайтын мәселені көрсетейін. Мысалы, мұндағы сөздердің барлығы орыс тілінде және ешқандай қызыл түсті сызық жоқ, яғни барлығы дұрыс деген сөз, барлық сөзде ешқандай сөзде қате жоқ деген сөз. Ал енді осы жердегі мысалы, внимательное деген сөзді біз внимательная деп өзгертейік. Мысалы, осы кезде өздеріңіз көріп отырғандай, вниматель деген сөздің астында сызық пайда болды, ал одан кейінгі жалғауда ная, ол жерде ешқандай сызық жоқ. Бұл мәселе неліктен туындайды? Хотя внимательная деген сөз бар. Тіпті мен внимательная емес, внимательные деп қайтадан сол сөздің өзін жазғанның өзінде бұл жердегі сызық кетпей қалды. Енді осы нәрсені болдырмау үшін мен мұндағы өзімнің шрифтімді ауыстырамын, русский, және мұндағы сөзді енді қайтадан өзгертіп көрейік. Мына внимательный деген сөз мен жалғауды алып тастаймын және қайтадан ные деп жазам. Сол кезде менде ешқандай ирек сызық пайда болмайды. Бұл деген сөз, яғни сізде қай тілдегі правописание тұр, сіз сол тілдің шрифтімен жазу керексіз. Яғни бұл жердегі клавиатурадағы әрбір әріптер, мысалы, бір әріп болғанымен қазақ тілі үшін оны бөлек, орыс тілі үшін оны бөлек жасаған. Сондықтан Word оны автоматты түрде өзі түсіне алмайды. Сіз әрдайым текстті жазған кезде шрифт қандай тілде тұрғанын ескеру керексіз. Енді шрифтпен пайда болатын тағы бір мәселені көрсетейік. Ол интернетте немесе қандай да бір басқа файлдан тексттің бөлігін көшіріп Word бағдарламасына қойған кезде болатын мәселе. Мысалы, мына сөйлем көріп отырсыздар, бұл интернеттен алынған Абай атамыздың 4-ші қара сөзі. Енді осы сөйлемнің біз жалғасын алайық. Ол міне интернетте тұр. Біз осы жерден көшіреміз келесі абзацты және Word бағдарламасына алып кеп орнатамыз. Көп жағдайда сіз орнатқан кезде мынадай күйде түседі, яғни интернетте қандай болып тұр, тура сондай болып түседі. Әрине бұны өзгертудің жолы бар. Бұл жердегі Ctrl, яғни параметр ставки деген бөлімге кірсеңіз, сізге 3 түрлі жол ұсынады. Біріншісі интернетте қалай болды, тура солай алып келіп орнату. Екіншісі, бұған дейінгі тексттеріңіз қандай болды, яғни шрифті және өлшемі тура соған ұқсас етіп қояды. Ал үшінші жолы бар, ол ең тиімдісі. Бұл жерде тек қана шрифттің түрі және өлшемі ғана емес, сонымен қатар абзацтың да арасындағы отступ деп айтамыз, интервал, сол бөлікті де ескереді. Меніңше бұл осы үшінші сохранить только текст бөлімі өте ыңғайлы. Енді бұл жерде сізге айта кететін тағы да бір жеңілдік, яғни тағы да бір функция сізге өте жеңіл болады деп ойлаймыз. Сіз әрдайым интернеттен болсын, басқа файлдардан болсын, қай жерден болсын көшіріп, осы жерге орнатқан кезде автоматты түрде алдыңғы текст, оның арасындағы абзацтар, отступтар барлығын ескере отырып орнататын жолын жасауға болады. Оны жасау үшін мұндағы параметр ставки бөліміне кіресіз және ставка по умолчанию сөзіне басасыз. Сол кезде сізде мынадай бір қосымша бет ашылады. Осы жерде сіз кіресіз да вырезание, копирование и вставка деген бөлім бар. Осы жерде сізде қарасаңыз әрбір орнатудың түрін жазып қойған. Мысалы, вставка в пределах одного документа, яғни бір документтен екінші документке көшірген кезде, вставка в другой документ, вставка в другой документ при конфликте определенных стилей, яғни әртүрлі стильдері әртүрлі болған жағдайда мен қалай орнатам. Осыны көрсету үшін мұнда сохранить только текст бөлімін таңдайсыз. Барлық жерде сохранить только текст бөлімін таңдайсыз және мұнда окей батырмасын басасыз. Енді қазір мен мұна бөлімді өшіріп тастаймын және мұнда алып келіп Ctrl-C дегеніміз көшіру білесіздер, и мұнда Ctrl-V қойған кезде сіз ешқандай қиналмайсыз, параметр ставкаға кірмейсіз, ол автоматты түрде сізге осыған дейінгі шрифттердің түрі, размері және абзацтың арасындағы арақашықтық осылардың барлығын ескере отырып қойып беретін болады. Және осыны басқа құжаттар үшін де басқа құжаттардан көшірген жағдайда да орнатып беретін болады.